қандай да қиындық тудыратын нәрсе емес бұл. Бұл сулифамен шеше салатын нәрсе. Сөздің ашығы. Менің Бекзат бауырым бір жарқ ететін жері мынау. Таза өнерлі жігіт Бекзат деп ойлаймын мен мысалы. Ой, Нұржан, әйтеуір бір нәрсені айтасыз да отырасыз. Жәнібек. Бауырхан, мен енді дұрыс айтады, негізі Бекзат лайықты ғой, әбден. Енді сен тұр, мен атайын дейтін азамат пен азаматшалар ғой. Бірақ мен ойлаймын, даже енді актерский мастерство жағынан Жансая ұтатын шығар деп ойлап тұрмын мен. Өйткені ойнағанда кез келген образды сол сөйтіп беріліп тұр ойнайды. Сол жағынан Жансая алып кету мүмкін деп ойлаймын мен. Келсем енді Жансая мықты. Оразғали. Енді жігіттердің өнерін бәрін көріп жүрміз ғой. Ол көптің адамдары, көп адамдар істей алатын нәрселер де жігіттердің қолынан келіп тұрған нәрселер мына жердегі. Бірақ енді бес аспап болып өзін көрсетіп жүрген мен Айдына деген қызға мен тәнтімін да. Ондай негізі Мисте көрсеткен өзінің өнерлері бар. Бұл жерде айқын фаворит тек Айдана. Менің өзімнің ойым бұл жерде либо Садәулет немесе арпа ішінде бір бидай деп Айданаға беру керек сияқты ма деп ойлаймын. Жансая да бар екен ғой. Жансаяға Бөжей мен Маусым қатысушысы деген сияқты болады ғой енді жарайды. Ойнап айтамын. Бауырхан, мен просто Садәулетті де негізі күшті вариант деген ретінде айтқым келеді. Себебі енді қанша жерден дұрыс онша қатты араласпасақ та, бірақ өнерін мойындауға тұрарлықтай өнері бар. Хансада кәдімгідей көрсеткен өнері, дауысы барлығы өте керемет. Жоқ, Садәулетте ма? Артық сияқты мен ойымша. Неге? Білмеймін, екі адамның бірі ыңылдап ән айта береді ғой негізі ше. Мен де алмайды екен өнерпаз ретінде, және бір андай Мисті алған адамдар, Ханзадалықты алған адамдар бұған қатыспай-ақ қойса деп ойлаған едім мен негізі. Жоқ, енді ешқайсында жоқпын енді, бір рет кірді ғой бір номинацияға. Керек қой негізі ше. Сонда сіз Садәулеттің, енді Ақеркені әзірге көрген жоқпыз номинациялардан, Садәулеттің жалпы қатысуы дұрыс емес деп ойлайсыз? Білмеймін, артық адам сияқты. Оның орнына басқа бір Алишерді қосу керек пе еді, харизмасы ұрып тұр деген сияқты ғой енді. Баласы ханым, Менің ойымша бұл объективті пікір емес. Мен де тура соны деп ойлап қалып тұрмын. Бұны бір еркелік деп қабылдайықшы. Бұны Садәулетке бір еркелік деп қабылдайықшы. Жоқ, еркелік емес. Еркелік. Өзім даусымды беремін, мысалы Жансаяға да, себебі жаңа ән айтады деп жатырмын ғой, барлығы ән айтады, үшеуіне ортақ нәрсе, ал Жансаяда ол талантын, қабілетін дамытқан ретінде, актриса ретінде мойындайтын едім ше. Прям 10 адамның 100 адамның бірі жасай алмайды мен. Енді мен ойлаймын, Зарина, сіздің айтып тұрғаныңыз Садәулет конкуренциядан тыс деп айтқыңыз келген шығар деп, ол конкуренцияға кірмейді, ол бір дара тұлға деп айтайық. Негізінде қарасаңыз, төртеуі де оқыған әртістер ғой. Айтып жатыр ғой, Садәулетті бағана ақсақалдың рөлін ойнағаны бар, дауысын келтіріп, ол да бір актерствоға жатады деп. Ол үшін өзінің наградасын алып қойды ғой, ол өзінің Ханзадалық белгісін алып қойды да, бағасын алып қойды, қазылар алқасынан, елдің де ықыласын алып қойды. Білмеймін, андай адамда тойдым деген нәрсе болу керек. Енді бұл нәрсеге Садәулет өз жауап берсін. Оған дейін Зарина бір сұрақ қойып кетейін. Садәулеттің орнына өнерлі адам ретінде кімді ұсынар едің өзің? Алишерді айттым ғой жаңа. Алишердің өнері, әні де бар, билейді де. Осы жерде неше түрлі қыздардың да бір өнерпаздарына алдында көмектесіп, сөйтіп жүргені де бар. Садәулет. Көңілім ғой деп қойсың. Қалай айтсам болады енді. Енді артық болсақ артық шығар, мен өзімді өзім ұсынған жоқпын. Мен өзімді өзім ұсынған жоқпын біріншіден. Ол білмеймін, редакцияның болмаса бір халықтың айтуымен қосылып кеткен шығармын. Әркім өз ойынан хабар береді, сол үшін мен ешкімге ренжімеймін. Бәрі нормально, бәрі қалай айтсам болады. Объективті пікір болса, объективті пікір шығар. Мүмкін ол кісі үшін мен мүмкін еш нәрсеге лайық емес шығармын. Бірақ халық Аллах Тағала көріп тұр, сол үшін ондай нәрсені мен көңіліме алмаймын. Мен құдайшылығымды айтайын, ішімдегі нәрсені айтайын. Осы номинацияда мен Айдана әбен жеңгенін қалаймын. Шынымен айтайын. Ол жерде бір ешқандай бір халыққа бір жағыну мақсатында емес. Мен просто шынымен де Айдананың 100-ге шақты өлеңі бар екен, өз арнап жазғанын білем. Текстарын, андай жүректен шыққан сөздері бар екен, гитарада ойнайтын, домбырада ойнайтын, билейтін қырларын, актерский мастерствосын мен. Сол себептен мен бұл бәйгеге таласам деп те айта алмаймын. Мен шын жүрегімен Айдана әбеннің осы номинацияны ұтқанын қалаймын. Халықтың таңдауы болсын. Енді Аллахтың қалауы ғой. Не деген құрмет бұл өзіңіздің қасыңыздағы конкуренттеріңізге деген. Просто Баласахан кеше бір әңгіме болып қалды да. Сонымен бүгінгі Садәулет пен кешегі Садәулет танымай қалдым да. Қасымда отырды, сөйлеп отырды. Сөйтіп, маған номинация керек емес, ештеңе қызық емес маған деді. Сосын мен айтым, конечно, сен Ханзадалықты алып қойған. Мен қазір де сол әңгімені айтып отырмын ғой, Зарина. Сөйтіп өтіп кетіп бара жатты. Мисті ала алмай қалған қыз деп андай төмендетіп кетіп бара жатыр да. Мен алдыңғы жылы қатысқан мисімді айтып, сосын кейін бір түрлі болып қалдым да, мә өзі бір адам қолдан жасап алған сияқты. Ол енді бақ қой ол нәрсе. Көрермен даусымен әртүрлі бір сайыстардан жолың болып кетіп,
алып кетесің да енді ханзадалық болсын мисс болсын, бірақ сол нәрсені бір егеленгеніне қарап мына адам осындай ма еді деген. Ай, Зарина, сіз кешегі сөзге ренжіп қалып, содан кейін Саддәулет лайық емес деген әңгіме басталған Номинацияны құнсыздандырғанын айттым. Ол сөзді айтса мен бұлай айтпас едім да, басқалар да алсында деген нәрсені мен қайта айттым. Қайта сен ханзадалықты алдың ғой, басқалар да көрсін, басқалар да жетістікке жетсін, сен енді жеттің ғой деген сияқты. Мен саған ешқандай жамандық тілемейді екем. Алар асуың, бағындырар белесің көп болсын өмірде ше. Бірден бір қуанатын адам мен ғой, енді біраз жақсылықтарыңды білем, еңбектенгеніңді білем деген сияқты. Бірақ мен ол нәрсені сен лайықсызсың деп тұрған жоқпын, сен просто артықсың деп жатырмын. Басқа адамдар ілінсін одан да деп жатырмын. Лучше артықсың дей салмадың ба? Жақсы, сіздер ұрыс болсаңыздар, Зарина, Саддәулет. Жақсы, бір-бірлеріңізге айтып болсаңыздар. Сені көп адам қолдап кетті да, андай нажал совет еттің, сен кәдімгідей өзің солай жалғыз қалғаның үшін сені көп адам қолдап кетті. Ал біз сондай мықты болғанымыз үшін, бізді сындырғысы келген адамдардың қалауынша біз сынбағанымыз үшін бізді кейбір адамдар жек көреді. И сен соны тағы да андай дәлелдеп беріп жатсың да. Бұл жолы да жаңағы өнерпазыңды да мысалы тағы да андай жалынышты күйіңмен алайын деп тұрсың да. Жарайды? Жақсы адам болып сен Мен қала бер. сіз жаңағы сіздің қоштасу еске түсіп жылап отырмын десем, сіз Саддәулеттің сөзіне жылап отырсыз. Ол да бар баласа ханым. Себебі ол кезде мен кәдімгідей жалғыз алып кеткен едім да. Мысалы мисқа да мен сол кезде қатысқан жоқпын. Себебі ешкімге мен арқа сүйген жоқпын, ешкімге сенген жоқпын. Бәрінің жанында жұптары болды, достары болды. Мен тағыдан да қолдаусыз қалып кетсем ба, тағы да хейтерлар жазады. Оны ата-анам көреді, қиналады, Зарина лайықсыз деген сөздерді. Сондай моментке қайтып түсіп кеттім просто. Зарикош, андай нәрсе ғой просто өкпе, реніш, біреуді жек көру деген нәрсе просто ол жүректі қарайта ма деп ойлаймын да. Мен ренжулі емеспін ешкімге. Жоқ, Зарикош, жалпы мына жақта отқан ешқандай адам сенің болып кетті да мына жерде. ешқандай адам сенің жылағаныңды қаламаймыз да. Бірінші өзің бастадың да, Сәттөулет саған артық ештеңе айтқан жоқ. Жаңа қазір Сәттөулет кінәлі болып қалыватқанда біз түсінбей қалып жатырмыз. Сен сол әңгімені өзің бастамағанда ондай әңгіме болмайтын еді. Ол саған қатты да жауап берген жоқ. Просто бір-екі ауыз айтып еді, сенің жүрегіңе кәдімгідей тиіп кетті да. Бірақ ол жүрек Сәттөулетте де бар да, сен кәдімгідей оған да ауыр айтып қойдың да. Сен бірінші өзің бастадың, қазір өзіңе айтқан кезде жаман болып қалыватсың, Зарикош. Баласахан, жалынышты болып ханзадалықты алдың деп тұр Екеуі ғой. болып жабылмайтын шығарсыңдар Жоқ, енді. Түсінді, маған ештеңе үйретпей ақ қойыңдаршы. Сәттөулет сөйлеген кезде бәрің ауыздарыңды жауып отырасыңдар, қорқасыңдар Сәттөулеттен. Сендерді сыртта угрожать етеді. Ал мен сөйлесем, маған менің қатемді түзеп, Зарина осындай деп, всегда осындай нәрсені айтасыңдар ғой. Жоқ, былай жасайықшы, Зарина, Сәттөулет, кеше ғана екеуіңіз күліп, әмпей-жәмпей әңгімелеріңізді айтып отырдыңыздар. Мен ойладым, содан кейінде бұл кісілер бір-біріне осындай әзілдеуге рұқсат болады ғой, бір болады дегендей. Дәл сол секілді мен Зарина тиісіп бастады, Сәттөулет дәл солай бір әзілмен жауап береді деп ойладым. Сөйтсем сіз көңіліңізге алып қалдыңыз, және соны айттыңыз. Содан бұл кісі сіздің көңіліңіздің алып қалғанына бұл кісі жылап қалды ар жағында. Неге біз екеуміз қайтадан осындай ситуациядамыз деп. Ой, ондай нәрсе емес. Мен ол кісінің тарапынан жалпы өзіме деген бір жек көрінушілікті, жақсы көрушілікті де сезінбеймін. Просто андай қытыққа тиетін әңгімелер бар да, ханзадалықты жалыныштықпен алдың деген сияқты нәрсе. Оны еңбекпен алдық қой. Мен сол кезде шүкір етемін. Екеуміз екі жаққа кетіп қалғанымызға. Мен қазір Заринамен жүріп алған кезде сол әңгімені, мүмкін Зарина бәрі өзінің арқасында деп айтатын беді сол моментте. Мен сол нәрсеге де шүкір етемін. Жақсы, дәл осы күйінде қалдырайық. Кім қалай алса да, ханзадалықта өтті, басқасы да өтті. Ары қарай талқылап қозғап қажет. Қоштасуға байланысты. Сіздер де қоштасу болды ғой, Әлішер, Аягөз. Сіздерге сөз берейік. Жақсы көрмейді болса, кете берейді десең. Сол жер енді конкретно кетіпті. Иә, Баласахан күшті әсерлі, андай шынымен де бір есте қалған дүние ғой. Мен анау кеше сол ойлап қоям, маусым. Негізі өздеріңізді күттіңіздер ме? Күткен жоқпын мен. Білмеймін енді, мен өзімді жылауық маусымда күткем, негізі жылауықта болам ба деп. Бірақ шүкір әйтеуір кірмей қаптық қой. Сізден асып кетті басқалары. Асып кетті. Бұл кісі 2 маусым бойы жылап келе жатыр ғой. Неғып кірмей қалған бұл кісі? Енді басып озғандар бар соңғы кездері. Жоқ, жақсы әсерлі, ол да бір естен кетпес бір ауыр дүние болды ол кезде енді. Жақсы? Бір сол қоштасуды ойлап кеткен жоқсыздар ма екеуіңіз? Аягөз жылағысы келді ма? Неге қоштастық деп ойлап отырсыз ба? Не болды? Ау?
сен соған дегенде андай да деп ше андай бір сияқты балауса ханым, мен кішкене ұялып отырмын, если честно. Андай бір реально мына видеоға қарасаң кәдімгідей кіріп кетеді екенсің да. Мен күткен жоқпын да ондай нәрсені. И мына видеоны көрсеткен кезде прям неожиданно болып қалды да, прям кіріп кеттім, моментке кіріп кеттім, сол момент как будто қайтадан келген сияқты болып сезіліп кетті. Енді бұл номинация, енді біз көбінде мен андай жұп, маусым жұбы деген сияқты нәрселерде күттім да, именно қоштасуда күткен жоқпын енді. мен номинация болып жатыр ғой, күшті бәрі әсерлі. Енді алланың қалауымен алсақ аламыз, алмасақ әйтеуір мен қатты не істемеймін ол нәрсеге. Менің самый главный статуэтка номинация. Айшеме аягөз алмайтыны ол нақты сияқты өткен екеуі қазір қосылып отыр ғой, бірге отыр ғой. Қоштасқанымен қосылып отыр. Ал енді кіммен, Айгүл мен Асылжан ол кезде олар бұрын қоштасқан ғой. жақсы енді оны көрермен шешеді деп ойлаймын. Иә. Өздері де қазір ойланып отырған шығар. Біз әрі қарай